Так, бірінші телеграмға кіреміз осылай. Телеграмнан мына жерге пост деген жерге жазамыз. ТО информатика нижний слыши бот деп. Міне менде шығып тұр, до информатика нижний право бот деп. Енді сіздерде былай шықпайды. Старт деген басасыздар. Начать деп тұрады, соны басасыздар. Сосын мында тіл таңдайсыздар, мысалы KZ.ру дейді, қазақша дейік. И мында сыныптар шығып тұр. 5-ші сынып, 6-ші сынып, 7-ші, 8-ші, мысалға 5-ші сынып десек. Міне бізде анимация құру, маршрутный лист, анимация. Енді маршрутный лист керек емес, жауып тұрсақ болады. Анимация құру, сразу файл жүктеліп жатыр. Енді болашақта да сіздер салғандарыңызды осылай салып тұрам. Бұны мысалы оқушыларға да берсеңіздер болады. Мысалы оқушыларға да тип жасаңыздар болады. Егер де қайттан бастағыларыңыз келсе, қайттан міне старт батырмасын баса саламыз үстінен. Қайттан шығады. Мысалы KZ, например, 9-ші сынып. Мына жерге мысалы мына жасап қоямын. Қазір мысалы бірінші сабақ, екінші сабақ, үшінші сабақ, төртінші сабақ деп солай болады. Жалпы осы ботты қолдансаңыздар да болады.